Сәлеметсіздер ме балалар? Бірінші сынып дүниетану 29-шы сабақ. Сабақтың тақырыбы біздің қажеттіліктеріміз бен мүмкіндіктеріміз. Осы тақырыпта бүгін сендермен бірге сөз құрап, осы туралы әңгімелесетін боламыз. Олай болса, балалар, әр адамға күн сайын аса қажетті, онсыз еш нәрсе жасай алмайтын заттар көп. Оларды ата және өз ойыңмен бөліс. Қане? Қажеттілік бір нәрсеге мұқтаждық, зәрулік. Адамдарға тамақ, киім, аяқ киім, тұрғын үй және тағы басқа заттар аса қажет. Суреттерге назар аудар. Суреттегі тұтынатын заттарды ата. Олардың тұрмыста не үшін қажет екенін зертте. Балалар, мына суретке назар аударсақ, бұл жерде бізге көкөністер мен жемістер. Көкөністер мен жемістер бұл біздің күнделікті қажеттіліктеріміздің біріне жатады. Ол үшін біз денсаулығымызға қажетті дәрумендерді алатынымыз белгілі. Келесі суретке назар аударамыз. Бұл жерде не деп ойлайсыңдар? Бұл тұрмыста қажет пе? Келесі сурет. Бұл жерде балалар және автобустар, машина, яғни күнделікті өмірде маршруттар, автобустар, көліктер өте қажетті. Келесі сурет. Бұл жерде жиһаздар, үй жиһаздары. Әрине, бұл да біздің қажеттіліктеріміздің бірі. Келесі сурет. Бұл жерде де дәл солай. Бұл біз үнемі киімді қажет етеміз. Әр мезгілге сай киімдерді киетін боламыз. Бұл да біздің қажеттіліктеріміздің ең маңызды бөліктерінің бірі. Келесі сурет. Бұл жерде гигиеналық заттар, яғни тазалық құралдары. Бұл да біздің күнделікті өмірде қолданылатын қажеттіліктеріміздің ең маңызды бірі бөлігі болып есептеледі. Келесі сурет. Бұл жерде кітаптар. Әрине, кітаптар да біздің қажеттіліктеріміз. Біз білім алу үшін, бұл өмірде білімді болуымыз үшін, аса сауатты болуымыз үшін аса маңызды. Адамдар қажетті заттарды сатып алу үшін қаржыны қайдан алады? Оны отбасыңдағы үлкендерден сұрап біліп ал. Сенің алдыңнан сиқыршы шыға келді дейік. Ол сенің кез келген тілегіңді орындамақшы. Өзіңе қажетті, өзің қалайтын 10 заттың атын жазып көрші. Сен адамның қажеттілігінде шек жоқ екенін білдің. Алайда ресурстар шектеулі. Ал енді балалар, ресурстар дегеніміз ақшалар, қаржы, қорлар, құндылықтар. Бізде нені сызып алу керек, нені сатып алмау керек деген таңдау жиі туындайды. Суреттерге назар аударып, мына заттардың бәрін сатып алу үшін баланың ақшасы жете ме? Неге олай ойлайтыныңды түсіндір.
Баланың қолында бізде қанша теңгені монетаны көріп тұрмыз, ақшаны? 2000 теңге. Яғни бұл 2000 теңгеге суретте көріп тұрған балмұздақ, кітап, телефон, наушнигімен, балалар, құлап қағымен, және шоколад. Осы заттардың барлығы бізге аса маңызды ма? Ең бізге сатып алу керек пе, әлде жоқ па деп ой келген кезде, ең бастысы бізге ең қажетті және ол пайдалы нәрселерді сатып алуымыз аса қажет. Сол үшін де бұл балаға біз нені сатып алу қажет, соған көмектесіп көрейік. Ең маңызды бұл жерде кітап, немесе бұл дәптер деп ойлайық, балалар, бұл бізге қажет. Және мына жоғарыда тұрған бұл балмұздақ. Балалар, балмұздақ пен кітап тұрғанда қайсысын сатып алу қажет? Әрине, кітапты. Балмұздақ бізге тәтті болып көрінгенімен, оның зияны өте көп. Келесі, шоколад. Тәтті, білесіңдер, балалар, тәттіні көп жеу бізге өте зиянды. Сол себептен бұл бізге аса қажет емес. Келесі, телефон. Ал енді өздерің ойланып көріңдерші, телефон сен үшін аса қажетті зат па? Өз ойымен бөліс. Сатып алатын затты таңдауға байланысты өмірде кездесетін жағдайды достарыңмен бірге ойын түрінде көрсет. Барлық ресурс шектеулі. Сенде қалаған затыңның бәрі болуы мүмкін емес. Мен не үйрендім, не білдім? Сөз жұмбақты шеш. Сөз жұмбақта садақ сөзі берілген, және оған көлденеңнен түскен сөздерді табу үшін бірінші сұрақтарға жауап беру арқылы шешетін боламыз. Бұл заттан күйдіріп ыдыс жасайды. Ол қай зат? Әрине, сазбалшық. Сіркіреп жауған жауынды күнде байқалатын табиғат құбылысы. Бұл қандай құбылыс? Бұл әрине найзағай. Шырынды жеміс. Ойланып, ары қарай өзің шешіп көр. Келесі сұрақ. Ребусты шеш. Ребустың шешуін түсіндір. Балалар, бұл жерде бірінші суретте тау, екіншісі арба. Енді ребусты өзің шешіп көр. Есептейік, Айдары. Қолыңда 100 теңге бар. Саған 2 дәптер мен қалам сатып алу керек. Бір дәптер 20 теңге, қалам 50 теңге тұрады. Қолыңда қанша ақша қалды? Оған тағы не сатып ала аласың? Балалар, осы есепті есептеп, жауабын міндетті түрде мұғалімге тексерт. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.